Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді 5 минутта дайындалатын кілегей мен қойыланған сүт қосылған балмұздақ дайындайтын боламыз. Оған кілегейді құямыз. Мен өзім бірінші осы 2 стаканға құйып дайындап қойдым. Құямыз, сосын оны миксермен жақсылап барынша қойланғанша араластырамыз. Бірінші жай скоростқа қойып тұрып араластырамыз, кейін барынша қатысына қойып, жақсылап көпіртіп, кілегейімізді 2 еселенгенше жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне сгущенное молокомызды қосып, тағы да араластырамыз. Ол да жақсы араласқанда әдемі болып көпіреді, жақсы қоюланады. Міне ішін барынша тазалап, бір банканы полный қосамыз. 2 стакан кілегейге 1 банка сгущенное молоко және ванилин. Ванилин қоспаса да болады, бірақ өте ерекше дәм берсін деп мен ванилин қостым. Нағыз оригинал пломбиріміз шығады бізде. Жеп көрсеңіз аузыңыздан дәмі кетпейтін өте керемет пломбиріміз, ностальгиямыз шығады біздің. Тамаша. Біз балаларымызға жиі дайындап беремін. Мен өзім балаларыма осыны дайындап беремін. Магазиннен сатып алған балмұздаққа сенім жоқ. Олардың кейбір балмұздақтарға әртүрлі нәрсе араластырады, я болмаса порошок сүтінен дайындайды деген сияқты. Сенбеймін. Сол үшін мен балаларыма күнделікті әр жаз сайын өзім осындайды дайындап, пластмас стакандарға салып, морозильникке салып қоямын. Оны өздері қалаған уақытында жеп жүретін болады балаларым. Есесіне таза өз қолымнан жасалған балмұздақты жейміз. Міне жаңаға біз дайындаған қоспадан 7 стакан балмұздақ шықты. Мен осы 7 стаканға бөліп салдым. Сонымен морозильникке қойдым. Сонымен